Қазақстанда да коммунизм құлағанмен коммунистер құлаған жоқ. Сол совет сасыған шалдар әлі отыр міне. Қалтылдап, мәлкілдеп, жүре алмай, былқылдап, сылқылдап, ернін бояп отырған мына совет сасыған мына сұмырай шалдар, міне содан. Қазақтарға бір нәрсені түсіндіру керек. Неге Қазақстанда мына бүкіл елді жиіркендіретін екі прокурор лифтте сүйісіп, видеосы түсіп, оны бүкіл қоғам талқылап жатыр? Себебі басшыларың Тоқаев қой. Басшыларың Тоқаев. Тоқаевыңның өзі сондай. Тоқаевыңның өзі еркекке құмар. Тоқаевыңның өзі біреудің әйелі болуы бек мүмкін. Тоқаевыңның өзі лифтте еркекпен сүйіспегенмен алашада барлығын істеп жүр. Тоқаевыңның бүкіл қылығынан еркектік нышан байқай алмайсыңдар. Назарбаевың өзі педофил болды. Назарбаевтың өзі педофил болды. Сондықтан Назарбаевтың кезде Қазақстан педофилдіктен дүниеде бірінші орынға шықты. Ал Тоқаевыңның өзі қыз-текелікке бейім. Сондықтан Қазақстанның екі дәу еркегі лифтте сүйіскен видеоны салып отыр. Енді бүкіл дүниенің назары соған ауып тұр. Таңырқамаңдар қазақтар, ештеңкеге. Таңырқамаңдар. Бұл әңгіме неден болады? Мен ол туралы мынау 25-ші әлем деген экспериментті асықпай түсіндіріп беремін. Яғни қазақты 70 жыл коммунистік құдайсыз жүйе басқарып, 5 мәрте геноцид жасап, қынадай қырып, ұлтымыздың қаймағынан, асылынан ең керемет генофондымыздан айырып, халқымызды тобырландырып, үрейлендіріп, қарының қамынан аспайтын, кәдімгі тамырынан айырылған мәңгүрт жасаған болса, Назарбаевтық кезде ұрлық, қарлық, қарақшылық етегі алып, педофилдік етегі алып, бүкіл армияда, бүкіл мектепте, бүкіл жетімханада, бүкіл қоғамның барлық жерінде, түрмеде педофилдерге билік берді. Неге? Назарбаев өзі педофил. Енді мынау қыз-текелікті дәріптеп жатыр. Қоғам шулап, наразы болды. Неге? Қазақ бәрібір тамырынан айырылмаған халық. Қазақ оны қабылдай алмайды. Енді қайтеді? Көзіңе үйретіп жатыр. Көзіңе үйретіп жатыр. Неге? Батысқа жағатысу керек. Неге? Батыста ұрлаған ақшасы тұр. Мына жақта Путиннің тапсырмасын орындау. Мына жақта Қытайдың тапсырмасын орындау керек. Сонымен кәдімгі Құдайға да жаққысы келетін, шайтанға да жаққысы келетін ортадағы мұнафиқ болып отырған отырыс осы. Көздеріңді соған үйретіп отыр. Неге? Өзі солай. Өзінде қатын бар ма? Жоқ. Еркек болып алған қатыны орыс. Баласы орыс. Қатыны ол баяғыда құры деп, қолды бір сілтеп кетіп қалған. Қатынның атында банкте есепшотта қыруар ақшасы тұр. Баласының атында қыруар фирмалар тұр. Қатынсыз бойдақ еркек Қазақстанды басқарып тұр. Сенесіңдер ме? Ол заманда бұл заман қай қазақта, қай қазақтың ханы, билеушісі, биі бойдақ болыпты. Қатынсыз. 60-тан 70-тен асса да 60 70 тудырып, қасында жұбайын ертіп жүреді қазақтың бұрынғы. Ал бойдақ болып, жетім шал, жалғыз шал болып жүрген қазақты көрдік па? Жоқ. Ал мынау кім? Отбасында құра алмай отырған адам. Баласымен қатыны қаңғып кеткен адам. Елге, халыққа қандай бейбіт, тыныш өмір үлгі қылып көрсете алады. Назарбаевтың отбасын білесіңдер. Назарбаевтың отбасы қалай быт-шыт, Дариғасы қалай быт-шыт, Құлыбайға берген қызы қалай быт-шыт. Бұлар шайтандар ғой, шеттерінен шайтан, кәдімгі шайтандық, сатандық бағыт ұстанады. Енді қараңдар. Мынау Орыс, Қытайдың, Иранның одағы, бұлар кілең шайтандық одағы. Сол Орыс, Қытай, Иран. Иранның діни радикалистік. Ол дін болғанда да ол дұрыс дін емес әуелі. Радикалдық, фундаменталистік бағыттағы Құдайдың қарғысына қалатын дін. Құдай ол ирандықтарды жақсы көріп тұрған жоқ. Иранның ол билеуші. Олар тек дінді жамылған, олар да шайтан. Қытай марксизмді жамылған шайтан. Путин ол ұлтшылдықты, шовинизмді жамылған шайтан. Үшеуі шайтан. Біреу дінді жамылған шайтан, біреу марксшылдықты, шайтандықты жамылған шайтан.
біреусі шовинизмді, импершілдікті жамылған шайтан. Оның қасына біздің шайтандар қосылады ғой, қазақ шайтандар. Назарбаев шайтан, мынау шайтан. Назарбаев жарайды, қалмақ дедік. Мынау да Примаковтың баласы, Гуглге жазып Примаковтың суретін көріңдер, бұның суретін көріңдер. Примаковтың баласы. Сорлы қазақ, ештеңе бұйырған жоқ қой саған. Сол қалың шайтанның одағы болып отыр. Енді өтіріктен ара тұра бір орысқа қарсы бір қабағын түйіп қойып, соны әлемдік жыр қылып, әлемдік үлкен тақырып қылып қана қойып отыр. Басқа түгі жоқ. Біз орыспен де Қытаймен де алысып отырмыз. Неге? Біз Қазақстанды орыс пен Қытайдың ықпалынан құтылған батыстық демократиялық ел қылып құрып шықсақ дейміз. Біз Қазақстанды Оңтүстік Корея сияқты құрып шықсақ дейміз. Біз Қазақстанды Жапония сияқты ел қылып құрып шықсақ дейміз. Жапония батыстың одақтасы болды. Екінші дүниежүзілік соғыста тас талқан болып жеңілген ел қазір әлемдегі екінші үлкен деңгейдегі экономикалық тұлға болып қалыптасты. Оңтүстік Корея құрттай ғана ел, байлық жоқ. Дүниенің ең алдыңғы бай қуатты демократиялы еліне айналды. Онымен бір қауым, бір ата-бабадан тараған, бір тілде сөйлейтін солтүстік Корея дүниедегі ең сорлы, ең кедей, ең зұлым, ең аш елге айналды. Халқы аштықтан қырылып жатыр, аурудан қырылып жатыр. Ал оңтүстік Корея байлықтан, ілімнен, білімнен, тапқырлықтан, саясаттан, демократиядан әлемнің алдыңғы озық еліне айналды. Бір халық, екеуі де Корея. Екеуі де Корея. Осыдан ақ жүйенің айырмасы. Тайван 20 миллион халқы бар. Құрттай арал. Қытай, ол да Қытай. Қытай құрлығы, ол да Қытай. Анау коммунистік диктатура, анау батыстық демократия. Тайван әлемде, ғылымда, ілімде, білімде алдына кетіп қалды. Қытай жасай алмаған чипті жасап. Неге? Әділеттілік бар жерде, заң салтанат құрған жерде адамдардың ішкі потенциалы ашылады. Ертең біз Қазақстанды нағыз демократиялы ел қылып құрып шыққанда, қазақтың қыз жігіттері жер әлемді таңырқататын тапқырлықтар жарататынына мен сенімдімін. Неге? Біздің потенциалымыз жоғары халықпыз. Біз тарихта үлкен мемлекеттер құрған ірі халықпыз. Біз мына бүкіл адамзатқа үлес қосып қойған халықпыз. Біздің қазақтың мықтылығы советтік кезінде де Қытайында да дәлелденіп қойылған. Біздің генофондымыздың мықтылығы дәлелденіп қойылған. Біз жетата алыспай, қыз алысып, қыз беріспейтін, жетата ауыспай, сондай гендік тұқымдық тазалықты сақтаған халықпыз. Біз осы коммунистік диктатуралық жүйенің кесірінен өспей, өнбей, көгермей, көктемей тұрған халық. Ертең бізде демократиялық жүйе орнатсақ, біз нағыз дүниедегі алдыңғы озық елдердің бірі болып шыға аламыз. Мен соған сенімдімін. Ол үшін күресейік.